Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен жақсы көтерілген, дәмді, әдемі сосиска в тесте дайындайтын боламыз. Осы видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. 400 грамм ұнды електен өткізіп аламыз. 150 грамм жылы судың үстіне 100 грамм сүт қостым, 1 шай қасық тұз, дрожж қостым, 1 ас қасық қант және 2 ас қасық сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Жылы су мен сүтті ұнға қосамыз. Басында ас қасықпен араластырып, содан кейін қамыр илейміз. Дрожжды жылы суға немесе сүтке қосқан дұрыс, жақсы көтеріледі. Мен бұл рецептте су мен сүтті араластырдым. Тек сумен немесе сүтпен де қамырды илеуге болады. Қамырды иледім. Енді бетін жауып, жылы жерге қоямыз 1 сағатқа. Қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындаймын. Осындай шұжықтар алдым. Шұжықтарда видеода көрсетілгендей етіп кестім. Осы каналымда тұрақты түрде жаңа рецепттермен бөлісемін. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Шұжықты турадым, дайын. Қамырда көтерілді. Илеп жібереміз де 2-ге бөліп, бірнеше бөліктерге бөлемін. Қамырымыз өте жұмсақ болып шықты. Осы қамырмен пирожки, беляши дайындауға болады. Тағы да кішкентай қамыр илейтін боламын. Әр бөлігін илеп қоямын. Бетін салафанмен жауып 5 минутқа қойдым. Қамырды алып оқтаумен 1-2 рет жайып, лагман созғандай етіп, қамырды аздап созамыз. Өте жіңішке етудің қажеті жоқ. Міне қамыр дайын. Осы қамырдың ішіне бөліктерге бөлген шұжықтарды саламыз. Видеодағыдай етіп. Барлығын дайындап болған соң пергамент төсеген формаға салып 10 минуттай қойып қоямыз. Міне менде көтерілді. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағамын. Жұмыртқа жағып болғасын кончут немесе мак сепсеңіздер болады. Мен мак септім, әдемі болсын деп. 180 градуста 25 минуттай пісіреміз. Сосиска в тесте дайын, өте дәмді болып пісті. Баршаңызға ас болсын.